Соны айтып ұрсамын ғой ұлыма, тыңдамайды. Өзім ауылға барғанда барып хабарлап алып тұрамын, ұлым бармайды дейді. Енді балаң қазір бармайды, айтып отырмын ғой, сөзім содан бастадым. Тыңдаса дедім. Енді тыңдамаса не қыласың? Болды, стенаға тепкен доп сияқты ғой. Ұл 15-ке келгенде қолда ұстаған қобызың, ұл 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың деген. Сондықтан енді басқа бала жоқ бәрібір. Басыңда бағың болса да, көрері сорың болса да, сол бала аманат. Бала нығмет емес, бала аманат. Аманат дегенмен нығметтің, сыйлықтың не айырмашылығы бар? Нығметті қалағанша пайдаланасың, баланы қалағанша пайдаланамайсың. Өйткені оның сұрағы болады. Соны баланы берді саған Алла. Соны тәрбиелеп дұрыс ұлтқа, елге, Алла жолына танытқан адамға тәрбиелесін деп берді баланы. Сіз баланың кішкентай кезінде оны үйретпейсіздер. Енді ақыр айтылды ғой. Балаға мынау өзбектерде, тәжіктерде, түріктерде, арабтарда, содан ары қарай бүкіл бәрінде бірінші орында әке-шеше тұрады деп, анау тілі шыққан балаға үйрете бастайды. Содан бала 4-ке келеді, 5-ке келеді, әке-шеше, мен әке-шешем, бүйтіп қалтырап дірілдеп тұрады. Содан кейін әке-шеше кімді таңдап береді, соған үйленеді. Бізді қазақтікі болған сол. Бұл қазақтың салты болған бұл. Әке-шеше таңдап берген. Барып өзі таңдап алмаған. Кейін совет өкіметі келіп бәрімізді есімізді аударып, сенің сезімің бар, чувствоң бар деп жынды қылды, бәрібір чувствоға келтірді ғой. Сөйтіп чувство емес, чувствомызды алып қойыпты біздің. Біздің чувствомыз әке-шешеміз еді. Сонымен өзіміз таңдадық, бопты енді, сол таңдағаныңмен бақытты болсаң бопты енді. Сондай осындай болып жындығы батыр. Сондайдан сондай бала туылып батыр. Мен өзім білем, мен өмірім өзім білем деп бәріміздің басында бар шығар. Мен өзім білем деп туылып батыр. Өзің білетін болсаң, өзің білетінді өзің білгенге жібересің болды. Оның қазір айтудың қажеті жоқ маған. Уақытымды кетіріп, мен ұрысымды естіп, мен жүйкемде темір емес қой. Сол естігенде маған не пайда? Он керек жоқ ондай баланы айтып, ол түзелмейді, болды. Оған уақыт керек, оған мейірімділік керек, болды. Ана уақыт бәрін жеңеді. Өз қолыңды өзің чаба алмайсың деп, тіліңді тістеп үйреніп ал, тістеп отыра бересің. Өз қолыңды өзің чаба алмай, мен өзім балам, өзім продуктым, өзім тәрбиелегем, аузына тыға бергем, айфон әпере бергем, сенікі дұрыс деп айтқам, сәсетпен ұрысқам, мұғаліммен ұрысқам, анамен жұлысқам балам үшін. Енді осылай жалғыз бала жылауық, жалғыз түйе бақырауық, амал жоқ, бүйте отырдым, не істеймін енді дейсің, болды, сон результатың сол. Ең главный тәрбиенің жоқтығы дін еді. Өйткені дін айтады, әке-шешеңді сыйла деп үйретеді. Әке-шешеңді сыйла, бітті. Құдайдың ризалығы ата-ананың ризалығымен бірдей дейді. Сол үйретпегеннен кейін, оған қалай айтасың енді оған? Кетші дейді, молдаңмен қоса өзің ары қарай дейді. Өз қолыңды өзің чаба алмайсың. Оны айтқаннан пайда жоқ, жақсысын ешкім әкеп бермейді. Сонымен уақыт керек. Ата-ананың қадірін балалы болып білесің деген сөз осы жерге келіп шығады. Енді балалы болып сол кезде түсініп, о баласынан бала туылған кезде анау қақпасыз бір нәрсе білетін еді дейді. Ол кезде сіз бұл өмірде болсаң жақсы. Болмасаң онда о түсінгеннен не пайда тағы да. Солай кете береді. Сондықтан ыстық кезінде бас, халық, ел, мемлекет немен көтеріледі? Мемлекет экономикамен көтерілмейді, мемлекет ұрпақ тәрбиесімен көтеріледі. Воспитаниемен көтерілеміз біз. Бізге экономиканы көтеретін сол балалар, оқып көтеріліп, бар экономикасы қылдырап кеткен мемлекеттер өте көп. Неге? Өйткені тәрбие жоқ, воспитание жоқ, ұлттық тәрбие, мүдде жоқ. Содан бір біздің өзінше бір арабтар бізді құл қылды, битті қылды деп оттағандардың Европаның немесе бір-екі мемлекеттерге қызығып жатыр ғой. Президенттері сотталып, барлығы коррупция шығамайды, Құдайдан қорқпайды. Біздің табиғатымызда Құдайдан қорқуды үйретеді. Қазақ айтқан Құдайдан қорқпағаннан қорқ дейді. Міне осы жерден тәрбие шығады. Сен заңнан қорқып, заңмен тәрбиелей алмайсың адамды. Сондықтан айтайын дегенім, Құдайдан қорқуды үйретуіміз керек. Егер уақыт өтіп кеткен болса, не істейсіз? Құдайдан сұраңыз. Құдай бола алмайсыз, болды, болар болды. Құдайым, осы баламның жүрегін босатшы деп, көзден кішкене жасыңды ағыз. Мен білмей қалыппын, ақымақ болыппын. Ең болмағанда қазір түзетшілеп басыңды сәждеге қойып, Құдайдан қазір сұра. Пока не поздно, жаның шығып кеткенше сұра. Сонда мүмкін жеңіске жетесіздер. Алла разы болсын, ұрпақты ұрпақ тәрбиесімен тәрбиелейміз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.